Сәлем, мен Гүлнұрмын. Сен кімсің? Есімің қалай әдемі? Біз бүгін табиғат аясында серуендеп, қоршаған ортамен танысамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл табиғат аясындағы бала Ерхан, ал оның қасындағы атасы. Олар серуенге шықты. Олай болса, біз де олармен бірге еріп жүрейік. Ерхан сенбіні жақсы көреді. Ол әр сенбі күні атасымен орманға шығады. Оның атасы оған әр көрген өсімдіктері жайлы бәрін айтып, мәліметтер береді. Бұл сенбі күні Ерханның атасы бір өзгеріс енгізіп, тапсырма бергісі келді. Ол осы жолы Ерханның өзі жүргізушілік қызметін атқарып, өсімдіктер жайлы айтып берсін деді. Жоқ, ата, мен сіз секілді өсімдіктер жайлы көп білмеймін ғой, деді Ерхан. Бәрі жақсы болады, Ерхан. Сен қазір барлық өсімдіктер жайлы айтпайсың. Тек мынанда не бейнеленген, соны айтсам болғаны. Деп, кішкене жерде өсіп жатқан өсімдіктердің алдына тоқтады. Мына өсімдіктің неше жапырағы бар? Деп сұрады атасы. 3 жапырағы бар. Я, дұрыс айтасың. Есінде сақтап ал. Жабайы жоңышқа мен жабайы еменнің сабағы 3 жапырақтан тұрады. Ерхан және атасы серуендерін әрі қарай жалғастырды. Ата, мына әдемі гүлдерді көріп тұрсыз ба? Я, көріп тұрмын. Мына гүлдердің бәрі бірдей ме? Деп атасы сұрады. Жоқ, олар әртүрлі. Мына сары гүл қалғандарына қарағанда ұзын, және оның жапырақтары да үлкен. Ал мына күлгін түсті гүл жермен қатар өскен. Оның жапырақтары жіңішке және ұзын. Я, жарайсың, Ерхан, дұрыс айтасың. Сен оларды жай ғана салыстыра отырып, пішіні мен көлемін айтып бердің. Ата, қара, мына ағаштың жапырағы орташа көлемді, 3 бұрышты. Ал мына ағаш ерекше көрінеді. Әр сабағында 6-7 жапырақтан. Келесі ағаш болса, оның жапырағы 5 бұрышты, шағын жапырақ. Дұрыс, өте жақсы. Сен жаңа ғана үйеңкі мен емен ағаштарының жапырақтарын сипаттап бердің, деді атасы. Олар серуендерін әрі қарай жалғастырды. Бір кезде Ерхан кішкентай жапырақтарда өсіп жатқан өсімдіктерді көрсетіп айтады. Кейбіреулерінің жапырақтары кішірек, кейбіреулерінде үлкен екен. Жапырақтары кейбіреулерінің ұзын әрі жіңішке, ал кейбіреулерінде қысқа әрі жуан. Енді бір ағаштардың гүлдері болса, ал енді бір ағаштардың бұршақтары бар. Қызық екен. Ата, орманда осыншама өсімдіктер бар екенін білмеппін. Сіз маған бұрын олардың тек аттарын айтушы едіңіз. Бірақ олардың бір-бірінен көп айырмашылығы болатынын білмеп едім, деді Ерхан. Я, Ерхан, орманда көптеген өсімдіктер болады. Және олардың бір-бірімен айырмашылығы да көп. Бүгін көрген білгендеріңді міндетті түрде есінде сақтап жүр.